2 күннен кейін Қапаш үйіне шақырды. Қариялардан ұялған болу керек. Оған дейін біздің үйде біраз дауыл болған. Әйелім шулап жүр. Сен Қалкен екеуің Қалдықызға таласып, қырғын төбелесіпсіңдер, дейді. Қанша ақталсам да сенетін емес. Қапаштың үйіне әйелімді ертіп бардым. Төбелестің мән-жайын өз құлағымен естісін деген ой ғой. Татуласу кешіне көп адам шақырылмапты. 5-6 қария, әкім, учаскелік инспектор, біз және Қалдықыз ғана. Сөзді ауыл әкімі бастады. Жігіттер, мешкей деген жақсат емес. Қарадан қарап жүріп, төбелесіп, ортамызға қосылған Қалдықызды сөзге қалдырыпсыңдар. Осы күні әйелдер емес, еркектер өсек айтуға шебер болған ба? Қалай? Бұл өте ұят тірлік болды. Малдыбай атамыз өтініп еді ғой, Қалдықыздың сыртынан пыш-пыш әңгіме өрбітпеңдер, деп. Ауылдағы суық әңгімені естіген соң, бұл қарындасымыз кеше үдере көшкелі жатқан жерінен тоқтаттым. Бұл сорлының суық жүрісін қайсың анық көрдіңдер? Көрсеңдер аямай бетіне айтыңдар. Мен өзім көшіріп жіберемін. Ондай дәлелдерің жоқ. Көріп, сезіп отырмын. Олай болса, бұл адамға тыныштық беріңдер. Ал, Қалкен, сенің аузың жеңіл. Сондықтан ана құрдасыңнан кешірім сұрап, қолын ал. Сен жас бала емессің. Енді әрбір сөзіңе есеппен қарайтын жасқа жеттің, деді. Қалкен келіп, маған қолын созды. Мен оны қапсыра құшақтадым. Міне, сол кештен кейін мен Қалдықыздың үйіне мүлде жоламайтын болдым. Сырттай тілектес болып жүрмін. Қалдықыздың үлкен ұлы Сәттібек пысық болып өсті. Оның баста көздеген мақсаты қоян өсіру екенін Қалдықыз айтып еді ғой. Бала сол мақсатына жетті. Мен тракторымды тырылдатып, әрі-бері өткен сайын Сәттібектің тірлігіне көз қиығымды салып өтемін. Ол өзінің белінен келетін ор қазып, сол орға қоян жіберген көрінеді. Қояндарына шөп жұлып беріп жүргенін талай рет байқағанмын. Зымырап уақыт өтіп жатты. Сәттібектің қанша қоян асырағанын қайдан білейін? Бір күні моншаға шомылуға барғанмын. Қалкен құрдасым білегін сыбанып тастап қоян сойып жатыр екен. Иә, соғым шүйгін болсын, дедім құрдасыма мысқылдап. Айтқаның рас болса, тіліңмен жағыңа сүйенбей, мынау Сәттібекке көмектес. Немене, қоянды жығуға шамаң жетпей қалған ба? Ой соққан, сенің солай дейтініңді біліп едім. Қоянды союға емес, ұстауға көмектес деп тұрмын. Ұстау қиын ба? Олар ордың ішінде емес пе? Деп Сәттібектің қоян асырайтын орнына үңілдім. Сәттібек ордың ішінде шоқиып отыр. Үсті басы шаң-шаң. Сәттібек, айналайын, не істеп отырсың? Дедім жоғарыдан төмен үңіліп. Тссс, үндемеңіз, дейді ақырын сыбырлап. Ордың іші шұңқыр тесік екен. Қояндардың істеген тірлігі екенін түсіндім. Мен де үн-түнсіз жүрелеп отыра қалдым. Бір кезде бір іннен мұрттары жыбырлап, бір қоянның басы көрінді. Сәттібек қоянның құлағынан шап беріп ұстай алды. Сорлы қоян тыпырлап, жанталасып, аяғымен баланы тепкілейді. Көке, мынаны Қалкен көкеме беріңіз, деп қоянды маған берді. Мен қоянды ала бергенде, ана бәрекет аяғын сермеп қалғанда тырнағы алақанымның сыртын осып жіберді. Қоян қолымнан шығып кетті де ордың ішіне топ ете қалды. Ой, көке, деген Сәттібектің қоянның желкесінен басып, қайтадан қос құлағынан ұстады да, көке, өзім апарып берейін, деп ордан шықты. Менің қолымның сыртынан шып-шып қан шықты. Бір қоянға шамасы келмеген сорлы, дейді құрдасым. Заттан-ау, қояның көп пе? Мына көкең нешеуін терісін сыпырып тастаған өзі? Дедім таңданып. Сонау баста 4-еу асыраған едім. Қазір көбейіп кетті. Нешеу екенін білмеймін. Ұраның ішін кеулеп ін қазып тастайды екен. Ұстауы қиын. Түнде індерінен шығып бұлақ басына дейін жайылып кетеді. Апам қояндарын көбейді ғой. Біразын сой, терісін ал, етін жерміз, деген соң қоянды қалай соятынын білмеймін. Жаңа Қалкен көке моншаға келген екен, сол кісіден өтіндім, дейді қояндардың көбейгеніне мәз болып. Осы кезде дорбасын иығына асылып алған Қапаш келді. Дорбасындағы емен сыпыртқысы сорайып көрініп тұр. Ыстық буханаға кіріп біраз шапақталағышы ойғы деп ойладым. О, төңіректі қызыл ала қан қылып жатқан қайғасап десем, Қалкен сарбаз екен ғой, деп қарқылдап күлді. Менімен қол беріп амандасты да Қалкенге қарап.
Сенің майлы қолыңды алып жұғысты болсын дейін десем, соғымның арықтау екен, дейді. Соғымды байлаған мен емес, Заттыбек мырза ғой. Бір кезде Қапаш ара шағып алғандай, ойбай, әй, деп ыршып барып Қалкеннің қолынан ұстай алды да, әй, бәрін бүлдіріпсің ғой, деді. Нені бүлдіріппін, нені айтып тұрсың, деген Қалкен аң-таң болып тұр. Мен де ештеңеге түсінбей Қапашқа қарадым. Әй, соққан-ау, қоянның терісін осылай сыпырамын ма екен? Мына тері енді ештеңеге жарамайды. Ауысып қалғансың ба? Сойып жатқаның қой емес, қоян ғой, қоян. Қалай бауыздадың, көрсетші. Қалай, кәдімгі малды бауыздағандай? Қоянымды бауыздап терісін сыпырып бер деп сенен кім сұрады? Заттыбек пе, Қалдығыз ба? Қоянның қожайыны Заттыбек қой. Сол өмірі мал бауыздап көрмеп едім деп өтінген соң, мал бауыздап жүрген сенің тірлігің осы ма? Әй, қандай кемшілік көріп тұрсың? Жұмбақтамай соны айтсайшы, дедім Қалкен құрдасыма жаным ашып. Екеуің де өмірі ештеңе көрмеген сорлысыңдар. Қолдарынан келмейтін іске неге араласасыңдар? Қоянды қой секілді бауыздамайды. Тамағын кертіп, өңешін тіліп, қанын ағызады. Жаны толық шыққан кезде басын төмен қаратып асып қояды. Содан соң артқа шабын тіліп, төмен қарай терісін сыпырады. Терісін сыпырғанда қоянның бақайшағынан бастап бас терісіне дейін түгел термен бірге алынады. Теріні теріс айналдырып, тұздап, қос шыбықпен керіп кептіреді. Соған да миларың жетпеген бе? Қайдан білейін, мені күнде қоян сойып жүр дейсің бе? Деген Бекен танауының астынан міңгірлеп дөңке ағаштың үстіне отыра кетті. Иә, ағалар амансыздар ма? Деген Қалдығыз бәріміз жалт қарадық. Шелек ұстаған Қалдығыз жанымызға келгенде Қапаш, айналайын, қарындасым-ау, қазақта шымшық сойса да қасап сойсын деген сөз бар. Мына қасапты қайдан тапқансыңдар? Қояндарыңды бауыздап, бәрін быт-шыттын шығарып, қырып тастапты. Терісін түкке жарамайтын етіпті. Қойыңызшы, жылқы емес, бар болғаны қоян ғой, деген Қалдығыз күліп, бауыздалып терісі сыпырылған қояндарға қарады да, сол жымиған күйі баласына қарап, заттан неше қоян сойғызғансың, деп сұрады. Апа, 6. Жарайды, жетер, басқалары өсіп көбейе берсін. Сен баққан малдың дәмін көрсін. Мен қазір қуырдақ пісіремін. Аға, бір-екеуін маған беріңіз, деп Қалкенге қарап еді ол. Өмірімде бірінші рет қоян сойып сөзге қалдым. Бұл қоян жарықтықтың етін де жеп көрмеппін, деп риясыз күлгені болды ол. Кім жеп көрді дейсің? Мен де сен сияқтымын. Қоянның қасабы Қапаш көрінеді ғой, дедім. Өзіміз талай қоянның басына су құйғанбыз, деп Қапаш өзінше риза болып қалды. Біз интернетте жүргенде қоянның етін көп жейтінбіз, етті тауықтың етіндей, деп Заттыбек үлкендердің сөзіне қосылды. Қалдығыз, терісі бөлінсе бөлінген шығар, еті таза ғой, таңсық ас қой, сіздер моншаға кіріп шыққанша мен қуырдақ дайындап қояйын, деп екі қоянды алып үйіне беттеді. Ешкім оған әуре болмай-ақ қой, деп айтпады. Қоян етін алғаш рет жедік. Моншадан теріміз бұрқырап шықсақ, қуырдақ дайын екен. Иісі танау қытықтайтындай таңсық астан қарбытып асап отырмыз. Тамаша, бір кемшілігі бар екен, деп Қапаш сөзінің соңын жұтып қойды. Ол не, қандай кемшілік, деп шай құйып отырған Қалдығыз елең ете қалды. Ешқандай кемшілік жоқ, бәрі тамаша. Айналайын, Заттанға рахмет, өмір жасы ұзақ болсын. Біздің ауыл білмейтін мал өсіріп, бәрімізді таңғалдырып отыр ғой, дедім. Аға, ол қандай кемшілік, соны айтсаңызшы, деп Қалдығыз қайтадан Қапашқа қарады. Жай, әншейін айтқаным ғой, бәрі тамаша, бәрі жақсы, деп ыржиып отырған Қапашқа жақтырмай қараған Қалкен, бұның ойынын мен біліп отырмын. Мынау керемет дәмді ас алдында 100 грамм арақ болса деп соны аңсап отыр. Бар кемшілік сол ғана. Ол кемшілікті де жөндейміз. Бір қажетке жарап қалар, деп алып қойған едім. Өткенде көмір түсіріп берген жігітке беріп едім, ат тонын ала қашты. Алмай тастап кетті. Сіздерге бұйырған ғой, деп лып етіп орнынан тұрып үйге бір шөлмек арақты алып шығып дастархан шетіне қойды. Айналайын, мұның бекер болды ғой, дедім. Заттанымның тырнақалды еңбегі ғой, алыңыздар, ішіп жеп Заттанға баталарыңызды беріңіздер.
Мен сіздерге бүкіл ауылға ризамын. Аллаға шүкір. Міне, заттаным азамат болып, қой болмаса да қоян сойып, қазанға ет түсіп, қарық болып отырмыз. Айналайын, аман болыңдар, деп Қалкен сөз бастап келе жатыр еді. Мен, иә, заттан мен серіктің өмір жасы ұзақ болсын. Адал еңбекпен тапқан малы ғой, қоян да жануар ғой. Заттанның еңбегі жана берсін. Қане, сол үшін алайық, деп едім. Құрдастарым қостай жөнелді. Өмірімізде бірінші рет қоян етін жеп мәз болып отырмыз. Көзім Қалдықызға түсіп кетті. Оның көзі жасаурап, жәудіреп, ұлына сүйсіне қарап отыр екен. Көзіндегі қуаныш жасы екенін түсіндім.